Сәлем балақай, бүгін біз жемістердің пайдасын білетін боламыз. Жақсылап тыңдап отыр. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа балақай. Ал, бастайық. Мен алма ішекке пайдалы ас қорытуды жақсартамын. Рахмет алма, сен өте пайдалысың. Мен банан күш қуат беремін, жүрекке жақсы көмектесемін. Сондықтан спортшылар сені жақсы көреді ғой. Мен құлпынай, дәруменге баймын, иммунитетті күшейтемін. Сен сондай тәтті әрі пайдалысың. Мен апельсин, суықтан қорғаймын. Денеңді сергітемін. Қыста міндетті түрде жеймін. Мен жүзім, қанға пайдалы, шаршауды азайтамын. Ой, онда шаршағанда сені жеймін. Мен қарбыз, денені тазартып, суды толықтырамын. Жазда сен нағыз сергіткішсің. Мен киви көзге пайдалы, иммунитетті күшейтемін. Сен кішкентайсың, бірақ күштісің. Мен алмұрт, асқазанға жұмсақпын, іштің жұмысын реттеймін. О, алмұрт жесек ішіміз ауырмайды балалар. Мен қарақат, дәруменге өте баймын, суық тиюден қорғаймын. Сен барлығына нағыз қорғансың. Мен таңқурай, жөтелге пайдалы, денеңді қыздырып көмектесемін. Әжем де сені жақсы көреді. Балақай, бүгін біз жемістермен таныстық. Жемістер өте пайдалы. Сау бол балақай.